Құрметті студенттер, бүгін философия пәні бойынша өтетін тақырыбымыз орта ғасырлар философиясы деп аталады. Орта ғасырлар философиясы деп 5-15 ғасырларда таралған философиялық бағытты атаймыз. Онда жоғарғы жаратушы ретінде Құдай, ал қоршаған орта оның туындысы ретінде қарастырылады. Осы кезеңде қоғамның рухани өмірінде үстем етуші дін болды. Орта ғасырлық батыс еуропалық философияның басты мәселелерінің негізі Құдай болмысының дәлелі, сенім мен ақылдың арақатынасы, адам жанының мәңгілігі болды. Антикалық философияға қарағанда орта ғасырларда ойлау стилі теологиялық болды. Яғни әлемді жаратушы ғарыш емес, Құдай болды. Орта ғасырлар философиясының идеялары теологиялық ойға негізделді. Білімділіктің, зиялылықтың орталығы христиан дінінің шіркеуі болды. Шіркеу мемлекет ішіндегі мемлекет, көптеген мемлекеттердің функцияларын атқарды. Философия теологияға қызмет етті. Онтологиялық мәселе жаратылу идеясы креационизм болса, ал гносеологияда христиандық аян идеясы орын тапты. Орта ғасырлық батыс еуропалық философия басты екі негізгі идеяға сүйенеді. Барлық заттың бастамасы шындық пен туындылық. Орта ғасырлық батыс еуропалық философиясында үстемдік етуші дүниетаным христиандық болды. Орта ғасырлық батыс еуропалық философияның келесі кезеңдерге бөлуге болады. Апологетика, 2-3 ғасырлардағы тотемизммен күресте христиандық догматика негіздерін қорғаған уағыздаған ілім. Патристика, тринитарлық мәселе, яғни әке, ұл және қасиетті рух мәртебесі арақатынасы туралы ілім. Христологиялық мәселе, яғни Христостағы екі құдайлық, яғни құдайлық және адамдық екі бастама туралы. Антропологиялық мәселе, яғни құтқару мен арылу барысындағы Құдайдың мейірімі мен адамның күнәһарлық табиғаты жөніндегі ілім. Схоластика, орта ғасырлық теологиялық ілім, философияның теология қызмет ететін тұсы. Схоластиканың 3 кезеңі болды. Балауса схоластика 9-10 ғасырларды қамтыды. Кемеліне жеткен схоластика 10 ғасыр және схоластиканың құлдырау кезеңі 14-15 ғасырлар. Схоластикалық философияның негізгі мәселесі Құдайдың бар екенін рационалды дәлелдеу. Жалпылықтың жекелікке қатынасы немесе универсали, яғни жалпылық ұғым мәселесі. Осы сұрақтарға жауап бере келе схоластикада екі бағыт пайда болды. Номинализм бойынша алдымен қандай да бір зат болса, яғни оған ат беріледі. Олар Құдайдың бар екендігін былай дәлелдейді. Әке Құдай, ұл Құдай, рух Құдай. Номинализм өкілдері Абельяр, Расселин, Жан Буридан. Реализм бағыты бойынша алдымен заттың өзі емес, оның жалпы атауы универсалилер пайда болады. Яғни сөз, соған сәйкес зат болады. Құдайдың бар екендігі былай дәлелденеді. Құдай туралы сөз бар, яғни Құдайдың заты да, өзі де бар. Реализм өкілдері Кентерберийский, Шампо. Патристика бағытының көрнекті өкілдерінің бірі Аврелий Августин әулие болды. Ол христиандық теолог, шіркеу аталарының бірі, христиандық дүниетаным жүйесін жасаған әулие. Христиандық әлемде дін және философия мәселелері бойынша шексіз беделі болған және ұстаз деген атаққа ие болған. Антиктік мәдени мұра мен оған христиандықтың қатысы туралы пікірталаста сенім мен ақылдың үйлесімділігі туралы ілімді тұжырымдап, қасиетті жазу мен қасиетті өсиеттің күмәнсіз беделдігін мойындай отырып, адамның діни өміріндегі ғылым мен философияның рөлін кеңітпеді. Августин жүйесінде рухани бастауларды әсерлеу тән. Адам үшін, дейді ол, Құдай мен дүние арасындағы таңдау бірден бір абыройлы құндылық болып табылады. Адам тіршілігі құндылықтарының арасында ылғи жақсы көріп аялайтын игіліктер мен тек пайдалануға жарайтындарын бөлуге болады. Біріншісіне тіршіліктің бастауы болып табылатын абсолютті жақсылық ретінде Құдайды сүйіп жатады. Екіншісіне адамзат мәдениетінің жемістері мен нақты дүние игіліктері қосуға болады. Оларсыз тіршілік ету мүмкін емес, бірақ оларға үйреніп жақын көруге болмайды. Августин Құдайға біртіндеп жақындатып, тән мен жанды тазартатын аскеттік сипатта болатын жүйені тұжырымдады.
Августиннің мәдениетке деген көзқарасы Құдай қаласы туралы еңбегінде берілген. Ол екі адамдық қауымдастықты бөліп қарастырады. Жер қаласы Құдайды ұмытқан, өзімшілдікке негізделген мемлекет пен мәдениет, және Құдай қаласы өзін ұмытқан, Құдайға деген сүйіспеншіліктің шексіз рухани бірлестігі. Рим империясының соңғы уақытында ұқсас, жер қаласы нәпсіқұмарлық пен күнәһарлыққа толы және алғашқы күнәдан бастау алады. Осы қалада өмір сүруге мәжбүр болған адам ықыласын Құдайдық қалаға бағыттауы керек. Августиннің теологиялық ілімдері оның эстетикасымен де тығыз байланысты болды. Схоластика саласының басты көрнекті өкілдерінің бірі Фома Аквинский, итальяндық діни ойшыл, католик шіркеуінің ең ірі ойшылы. Негдар отбасынан шықса да, ол ата-анасының наразылығына қарамастан доминикандық діни ұйымға кіреді. Париждегі Сен-Жак монастырында, кейін Париж университетінде дәріс береді. Содан соң Италияға қайтып келіп, Рим папасының сарайында болады. Сол жылдары ол Аристотельдің философиясын тереңдетіп, өз ілімінің негізіне айналдырады. 1269 жылы Парижге қайтып оралып, құдайтану қосындысы жұмысын жалғастырады. 1274 жылы Неапольдан Лионға шіркеулік кеңеске бара жатып қайтыс болады. Логик, метафизик, теолог Фома әулие Аристотельдің рационалды философиясын христиан дінімен сәйкестендіруге тырысқан. Фома Аквинскийдің ойынша, дін мен білімнің қарым-қатынасы гармонияға, бейбіт жарасымға құрылуы тиіс. Философия қарама-қайшылыққа ұрынған шағында оның көмекке дінді шақыруы қажет. Фома Аквинский теоретикалық теологияның негізін салушы. Негізгі еңбектері теология жиынтығы, философия жиынтығы. Фома Аквинский философиядағы томизм бағытының негізін қалаушы. Томизм Фома Аквинский іліміне негізделген католик философиясының идеологиялық бағыты ретінде ұзақ уақыт қызмет етті. Құрметті студенттер, енді орындауға арналған тапсырмалармен танысайық. Келесі сұрақтарға үй тапсырмасын орындау кезінде жауап беретін боласыздар. Орта ғасырлар философиясындағы негізгі даулы мәселелер ненің төңірегінде өрбіді? Аврелий Августин патристика өкілі болса, Фома Аквинский қай бағыттың өкілі болып табылады? Схоластика қандай кезеңдерге бөлінеді? Антикалық кезеңдегі философиялық ойдың өрлеуінен кейін не себепті орта ғасырларда философия өзге де ғылым салалары сияқты тоқырауға ұшырады? Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды.